Армысыздар телекөрермендер. Бүгінгі елге қызмет бағдарламасының тақырыбы білім беру саласындағы көрсетілетін мемлекеттік қызметтерге арналады. Бағдарламаның қонағы Павлодар қаласының білім беру бөлімінің басшысы Айтказина Самал Оспанқызы. Самал Оспанқызы, қош келдіңіз. Қош көрдік. Жалпы білім беру, білім саласы ол қашанда әлеуметтік маңызы жоғары өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Және осы білім саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтерде халық арасында, тұрғындар арасында ең сұранысқа ие мемлекеттік қызметтер қатарына жатады. Жалпы статистикаға келетін болсақ, осы 2021 жылы Павлодар облысының білім беру ұйымдарымен 163 мыңнан астам мемлекеттік қызмет көрсетілген екен. Жалпы сізге бірінші сұрағым, осы Павлодар қаласының білім беру бөлімімен қанша мемлекеттік қызмет көрсетілді, қанша мемлекеттік қызмет түрлерін көрсетесіздер, соған тоқталып өтсеңіз. Рахмет. Шын мәнінде өзіңіз атап өткендей, біздің Павлодар қаласының білім беру бөліміне және ведомстволық бағынысты мекемелерде, яғни бұлар мектептер, балабақшалар және мектептен тыс мекемелерде біздерде 20 мемлекеттік қызмет көрсетіледі. Назар аударуларыңызға болады. Бұл барлығы 20 қызмет, соның ішінде тікелей білім беру бөліміне қатысты бұл 13 қызмет, жаңағы атап өткен бағынысты мекемелерде бұл өзде 7 қызмет атқарылады. Енді былтырғы жылға қарайтын болсақ, мына тақтаға назар аударатын болсақ, былтырғы жылы 42.827 қызмет көрсетілді. Өздеріңіз көріп отырғандай мемлекеттік органда 41%, егов порталы арқылы 22%, ақпараттық жүйелер арқылы 31% және азаматтарға үкімет немесе халыққа қызмет көрсету орталықтарында 6%. Енді биылғы жылдағы статистикаға жүгінетін болатын болсақ, 1755 мемлекеттік қызмет көрсетілді. Оның ішіндегі былтырғы жылмен салыстырғанда дәл осы аумақты кезеңді алатын болсақ, қуантарлығы мына егов қызметі арқылы біздерде 829 қызмет көрсетілген екен. Яғни аздап мына электронды жүйеге көшу, электронды жаңағыдай тікелей мемлекеттік орындарға қатынаспай қызмет көрсету үлгілері қазір халық арасында кеңінен таратылып жатыр деп айтуға болады. Жалпы негізгі жаңағы аталып отқан 20 мемлекеттік қызметтің барлығы дерлік электрондық және қағаз күйінде орындалады. Тек бір қызмет біздің білім бөлу мекемесінде және біздің бағынысты мекемелерде бір қызметтен қағаз күйінде атқарылады. Яғни ол жерге тікелей жаңағы келген тұтынушының міндетті түрде қатысуы міндетті. Онда 2 қызметіміз бар. Қалғанда бәрі осындай жағдайда жұмыс жасап жатырмыз. Түстікті, енді сіз жаңа айтып өттіңіз, жалпы 20 қызмет көрсетіледі деп, соның ішінде ең сұранысқа ие қызметтерді атап өтсеңіз. Алғашқысына тоқталатын болсақ, мысалы, алғашқы 8-10-ына жаңағы бізде көрсетілетін 13 қызметтің бұл қамқоршылық және қорғаншылық секторына жатады. Бұл ең көп сұранысқа ие секторлардың немесе мемлекеттік қызметтердің бірі деп атауымызға болады. Негізгісі, бұлай қарағанда бұлардың жеке дара сұрақтар болып тақырыбы түптес келгенде барлығына балалардың қорғаншылығына байланысты, қамқоршылығына байланысты болып есептеледі. Міне осылар. Келесі міне 10-на дейінгі. Келесі бізде сұранысқа ие бұл мектепке дейінгі ұйымдарға жіберу үшін мектепке дейінгі жастағы балаларды кезекке қою, яғни жалпақ тілмен айтатын болсақ, бұл балабақшаларды бала туғанынан бастап 5 жасқа дейінгі аралықта балаларды қазір 6 жасқа дейін деп жатырмыз, өйткені кейбір мекемелерде, мысалы арнайы мекемелерде бізде 6 жасқа дейін. Негізгі мемлекеттік бақшаларда бұлар 5 жасқа дейінгі аралықта болады. Одан кейінгі негізгі орта білім беру ұйымдарында экстернат нысанында оқытуға рұқсат беру, педагог қызметкерлерін жаңағы аттестациядан өткізу, тағысын тағылар. Енді ең жаңағы мектеп саласындағы бұл ең көбі бұл мектептен мектепке ауысу, мектептен мектепке көшу, міне ведомство бағынысты ұйымдардың мемлекеттік қызметтері бойынша тізбесі осындай. Ең бастысы бұл жалпы орта білім беру ұйымдарында құжаттарды оқуға қабылдау. Атап өту керек, осы жерде біздерде биылғы оқу жылынан бастап, былтырғы жылдан бастап біздерде бірінші сыныптан мектептен мектепке көшу бұл каникула аралығында ғана өткізілетін болады. Яғни қазір каникула уақытында ғана немесе бала басқа жақтан ауысып келетін болатын болса, көшетін болатын болса, көшіп келетін болатын болса, сонда немесе бір соттың шешіміне байланысты олар жаңағы мектептен мектептің ауыстыруына болады. Міне осындай жағдайларда көше алады. Енді қалай жасайды мысалы көшіп келді, немесе каникул уақытында ауысу керек болып жатады. Ол уақыттарда бұл кісілер біздерде егов порталында немесе мемлекеттік органда, яғни тікелей білім беру ошақтарына жүгінулеріне әбден болады. Бұл тез аралықта жасалатын
мемлекеттік қызметтердің бірі және көп сұранысқа ие қызметтердің бірі. Түсінікті Самал Оспанқызы, жаңа сіз айтып өттіңіз, жалпы осы бірінші қыркүйекте балаларды мектепке қабылдау, осы бастауыш сыныптарға, бірінші сыныптарға балаларды қабылдау мемлекеттік қызмет болып табылады ғой. Бұл қай кезде бұл маусымдық қызмет қой негізі, мысалы, ол жыл бойы ол қызмет көрсетіле бермейді, белгілі бір уақыт аралығында көрсетіледі. Осы қызметке тоқталып өтсеңіз, және қалай қабылданады, мысалы, ол жаңағы баланың тұрғылықты ауданына байланысты ма, мысалы, қаланың өзінде де бірнеше аудандарға бөлініп тұрамыз ғой, сол жеріне тоқталып өтсеңіз, өйткені ата-аналарда да өздеріне таңдау құқықтары бар ғой, мысалы, балаларын қандай мектепте оқытуға қаласа, сол мектепке баруға қаншалықты ол кісі құқылы, қандай артықшылықтары бар, мысалы, қалай құжаттарын тапсыра алады? Біз 1 сәуірден бастап 1 тамыз аралығында жаңағы 1 сыныпқа келген балаларды қабылдап жатамыз. Бұл көбінесе біздер былтырғы оқу жылынан бастап біздер бұл ИГОФ арқылы қазір ата-аналарға соған жүгінуге үйретіп және көрсетіп жатырмыз. Осы жерде тағы бір атап өту керек, біздің барлық мектептерде егер үйлерінде ИГОФпен жасай алмаса, мысалы халыққа қызмет көрсету орталығына олар бармайтын болатын болса, мектепке келгенде соларда бұрыштама бар. Сол бұрышқа келіп, өздері компьютерлері бар, арнайы біздің мамандар отырады, сол жерден олардың осы өздерінің өтініштерін білдіруге болады. Енді жаңағы ойысатын болсам, алғашқы сұрағыңызға, қаншалықты біздер ықшам ауданына сәйкес, тұрғылықты жаңағы мекендеріне сәйкес мемлекеттік жаңағы қызметті ала аламыз. Білім заңында біздерде барлық таңдау құқығы бар. Оны барлық ата-аналар да біледі, барлығы бар. Бірақ біздер мынаған жүгінеміз, былтырдан бері біздерде де жаңағы өзіміздің ведомстволық басқармадан бұйрығы бойынша біздерде де шектеу бар. Мысалы, барлығын бірдей біз қалаған мектепке бере алмаймыз. Барлығымыз бірдей. Себебі барлығы келетін болса, мысалы, біз барлық ықшам ауданында немесе қала көлемінен бір жерге шоғырланатын болсақ, бір жерге жинақталатын болсақ, онда мына кейіннен келген дәл іргесінде тұрған үйлерде тұратын балаларды біз қамти алмайтын жағдайымыз болады. Сондықтан да 3+1 деген жүйе, яғни 3 баланы біз жаңағы ықшам ауданнан алатын болсақ, мектептің жанындағы үйлерден алатын болсақ, біреуді және тысқары басқа жаңағы ықшам аудандардан алуға болатындығы бар. Сондықтан да көп ретте ИГОФ порталына жазғанда көбіне кері жаңағы берілген өтініштері кері қайтарылып жатады. Сонда ата-аналарда мынандай түсінбеушілік болады, бұл неге қайтарылып жатыр, мен беріп жатыр деп. Осыған назар аудару керек. Яғни ол жерде біздің мақсат, әрбір ата-ананың мақсаты мына бір қадамдық жердегі мектепке апарып беру. Егер олар мысалы 1 қыркүйекте жаңағы басқа ықшам аудандағы ата-ана баласының өтініштерін беріп қойып, 1 тамызға немесе шілденің басында басқа ата-аналар беріп жататын болса, онда олар ол жерге кіре алмайды. Яғни іргесінде тұрған, жанында тұрған мектепке жаңағы мемлекеттік қызметті ала алмайтын жағдай бар. Сондықтан да осындай бір шектеулер бар әрине. Рахмет жауабыңызға. Енді тағы бір қызметтердің бірі, жаңа сіз атап өттіңіз ғой, қорғаншылық, қамқоршылық секторы деп, бұл білім саласындағы ең бір күрделі секторлардың бірі болып табылады. Өйткені бұл жерде тікелей балалармен, ата-аналармен, жаңағы қамқоршылармен тікелей жұмыс істейсіздер. Сондықтан жаңағы қорғаншылық және қамқоршылық жөнінде анықтамалар бұл да бір үлкен бір сұранысқа ие қызметтердің бірі болады. Бұл қызмет қалай көрсетіледі? Жаңа тікелей білім бөліміне қатысу келіп алуға ма анықтамаларды? Жоқ, бұған тікелей жаңағы егер қарап отырсақ, қорғаншылық және қамқоршылық жөнінде анықтамалар беру бір жұмыс күнінде ИГОФ арқылы берілетін нәрсе. Бұл екінші қадам деп атасам болады. Бірінші қадамы бұл екінші пунктке аударуымыз керек. Екінші мемлекеттік қызмет бұл жетім бала және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаға қамқоршылық немесе қорғаншылық берілген ата-аналарға ғана бұны ұсыналады. Яғни бұл ата-аналар, бұл қай жағдайда бұл анықтамалар керек деген келеді. Мысалы, бұл жетім бала мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жаңағы тұлғалар, олар өздерінің жаңа құжаттамаларын алды, балаға қорғаншылық жасаудың соның растайтын құжаттары бар. Енді бұна анықтаманы қай уақытта, қай жерге керек деген сауалда туындауы мүмкін. Сол олар мысалы үйлерін ауыстырады, мысалы делік. Немесе жаңағы осы қорғаншылыққа және қамқоршылыққа төленетін төлемақылары бар, жәрдемақылары бар. Соларды алуға, соларға жаңағы тапсырған уақытта осы нақты растайтын құжатты анықтаманы алады. Енді осы сіздердің қызметтеріңіздің ішіндегі ең осы
жаңағы айтып өттіңіз ғой, ол жаңағы балаларды балабақша кезегіне қою, мемлекеттік қызметі үлкен бір сұрақ, үлкен бір сала деп айтсақ болады. Бұл қазіргі кезде осы біздің Павлодар өңірінде қалай жүзеге асырылады бұл қызмет, қалай алуға болады, өйткені ол кез келген ата-анада ең бір қажетті сұрақтардың бірі. Егер есіңізде болатын болса, 18 жылға дейін біз барлық жолдамаларды білім бөліміне келіп қағаз күйінде алатынбыз. Бұрынғы кезекте кезекке тұрып, ұзын сонар кезек барлығымыз келіп, сол жерден алатынбыз. Қай жерде орын бар тағысын. Бұл өте жаңағы халыққа, тұрғындарға өте ыңғайсыздық жасайды, және де мемлекеттік қызметшілерге де басқаша айтқанда. Бұл уақыт. Сондықтан да ойластыра келе, бүгінгі 18 жылдан бастап Индиго деген бізде KZ деген тұр, 24 KZ сайтын ұйымдастырып, соны электронды түрде жаңағы балабақшаларға кезекке тұру және де жаңағы бақшаларға жолдаманы алу жүйесін енгіздік. Мына белгіленген біздің экрандарымызда тұр, және роликтен де көріп өтуге болады. Жақсы, онда роликті тамашалап өтейік. Кезекке тұру үшін сізге келесі қадамдарды жасау керек. Indigo24.kz сайтын ашу. Қалаңызды таңдау, кезекке тұру командасын таңдау. Мектепке дейінгі балалар мекемесіне кезекке қою мемлекеттік қызметін портал арқылы келесі тәсілмен пайдалануға болады. Бірінші, өтініштің электронды формасын толтыру. Екінші, өтінішті бергені туралы хабарлама алу. Үшінші, кезек нөмірі берілгені туралы хабарлама алу. Аталған қызметті алу үшін баланың жеке мәлімдеушісінің ЖСН-і болуы, сонымен қатар баланың ата-анасының немесе заңды өкілінің ұялы телефондарының қолданыстағы 2 телефон нөмірі болу керек. Кезекке тұруға өтініш беру ережелерімен танысу керек, және кезекке қоюға өтініш беру процесінде мәліметтер алу, хабарламалар мен хабарландырулар жіберу үшін өзіңіздің байланыс деректеріңізді пайдалануға келісім беру керек. Индигода қарапайым кезекке, сонымен қатар түзету кезегіне де тұруға болады. Бірінші қадам. Ата-ананың байланыс деректерін толтыру. Жұлдызшамен белгіленген жиектерді міндетті түрде толтыру керек. Телефонның негізгі нөмірі және телефонның қосымша нөмірі бөлімдерінде нөмірді толтырып, растау кодын жіберуді басу керек. Көрсетілген нөмірлерге растау коды келеді. Одан кейін электронды пошта мекен-жайын толтырамыз. Имейлға растау кодын жіберуді таңдаймыз. Көрсетілген электронды пошта мекен-жайына растау коды бар хат келеді. Ата-ананың байланыс деректерін толтырған соң, әрі қарай батырмасын басу арқылы келесі парақшаға өтесіз. Екінші қадам. Ата-ананың байланыс деректерін толтыру. Ашылған терезедегі ата-ананың немесе заңды өкілдің ЖСН-ін енгізу керек, және тегі, аты, әкесінің аты толтыру батырмасын басу керек. Жиектемедегі тегі, аты, әкесінің аты, туған күні, жынысы автоматты түрде толтырылады. Баланың ЖСН-і жиектемесінде ЖСН-ін енгізіп, тегі, аты, әкесінің атын толтыру батырмасын басу. Жиектемедегі тегі, аты, әкесінің аты, туған күні, жынысы, туу туралы куәлік нөмірі, тұрғылықты жері автоматты түрде толтырылады. Ата-ана мен бала туралы ақпарат толтырылған соң, жалғастыру батырмасын басу арқылы келесі парақшаға өту керек. Үшінші қадам. Жеңілдіктер туралы мәліметтер. Әлеуметтік жеңілдіктер автоматты түрде анықталады. Жеңілдік – кезектегі басым жағдайға баланың құқығы. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, жеңілдіктер кезектен тыс қойылатындар мен бірінші кезекте қойылатындар болып екіге бөлінеді. Егер сіз кезектен тыс жеңілдікке ие болсаңыз, жеңілдікті растайтын құжатты қоса бекіту керек. Жалғастыру батырмасын басу арқылы келесі парақшаға өту керек. Төртінші қадам. Хабарламаға алуға келісімді растау. Хабарлама түрі мен хабарлама тілін көрсетеміз. Мәліметтерді пайдалануға келісім беру керек. Жалғастыру батырмасын басу арқылы келесі парақшаға өтеміз. Бесінші қадам. Өзіңіздің деректеріңізді тексеру. Бұл соңғы кезең. Индиго сізге жиналған мәліметтерді көрсетеді. Оларды растауды сұрайды, және қызмет берушіге электронды өтініш жібереді. Сіз өтініш бергеніңіз және кезең нөмірінің берілгені туралы хабарлама аласыз. Дайын. Сонымен қатар Индиго компьютерден ғана емес, телефон арқылы да қолайлы. Бұл сайтқа қалай кіру жолдарын айтса, жаңағы интернеттен жаңағы жолақтан тауып жаңағы Индиго 24 KZ немесе табылмайтын болса, біздің өзі 34 мыңнан астам жазылушыларымыз бар. Біздің парақшамызда, Инстаграм парақшамызда, сайтымызда, сол жерде жеке бізде парақша бар. Осы Индиго мектепке, балаға бақшаға орын алу немесе кезекке қою деген. Сол жермен оңай алуға болады. Және де ата-аналардың назарына бұл Индиго сайтына қатысты парақты иін мен жаңағы жеке өзінің
сәйкестендіру нөмірі арқылы кіріп тіркелген болатын болса, олар бүкіл ақпаратты Павлодар қаласында қай бақшада қандай жастағы орын бар және ол қашан ашылады, қашан ол босайды деген түгел ақпаратты сол жерден алуға болады. Тағы бір айтып өтетін нәрсе, 2 жыл көлемінде болды. Осы балалардың бақшаға жолдама алуына қатысты тағы бір оңтайландыру жұмыстары жүргізілді. Атап айтылса, бұл алдын ала бұрындау, алдын ала орын алу деп атаймыз. Алдын ала орын алу бұл өте тиімді, бірақ осы құлаққағыс ретінде арнайы бүгін эфирді пайдалана атап өтейін. Бұл мамыр айында басталады, сол маусым айының ортасында болады. Бұл арнайы жарнама, арнайы біздің жарияланым, хабарландыру біздің білім бөлімінің сайтында болады. Әдетте біз осы шығар алдында әкімдіктің сайтына саламыз, сол жерден көрулеріңіз болады. Сонымен қатар біз осы брондау туралы ақпаратты бүкіл бұқаралық ақпарат құралдарында, соның ішінде біздің Ертіс телеканалы, Ербес телеканалдарында арнайы мамыр айларында шығып, өзіміздің сұхбаттарымызды береміз. Сол жерден көріп алуларыңызға әбден болады. Бұл нені білдіреді? Бұл алдын ала алу орын деген. Яғни биылғы жылы жаңағы балабақшаны тамамдайтын, яғни мектепке баратын балалардың орын алдын ала алу. Мамыр айында біз өзімізге баратын бақшамызды таңдап аламыз. Соның, бірақ оның жолдамасы тек қана сол бақшаға барар уақытта ғана жаңағы пайдалана алады деп айтайын. Сондықтан да ол мерзімін жоймайды. Сіздер ол алдын ала брондаудан кейінгі жүгінсеңіз жаңағы біздің сайтқа немесе орын алуға, онда орын аздау болады. Ал бұл кезде мысалы 25-30 бала шықты ма, сол 30 баланың орны біргелік ашылады, барлығына бірдей. Сонда сіздің сол бақшаға, таңдаған бақшаңызға алу мүмкіндігіңіз зор болады. Бұл өте ыңғайлы және ашық түрде әр ата-ана өзін қалаған балабақшасына жолдама ала алады. Енді Самал Оспанқызы айтып өтсеңіз, мысалы, жақсы жаңа балабақшаға барып жүр. Мысалы, содан кейін бір жылдың ортасы кезінде басқа балабақшаға ауысуы мүмкін. Тұрғылықты жерін ауыстырады ба, қалауы бола ма, басқа балабақшаға ауысады. Сол кезде қалай бұл жүзеге асырылады? Бұл да индиго арқылы ма? Бұл да индиго арқылы. Бұл жерде әлі де жұмыс жасауымыз керек. Бұл бұлай болады. Мысалы, атап шартты түрде ататын болсақ, бірінші бақшада ол бала біз орналасқан, оқып жатыр, тәрбиеленіп жатыр дейік, екінші балабақшаға ауысы келеді. Ол үшін ол жаңағы екінші бақта орын барын байқайды. Мысалы, осындай күндері орын ашылады деген. Сол уақытта ол бірінші бақшадан орыннан кезегінен шығу керек. Шығып, сосын қайтадан тіркеледі. Ол бәрі автоматты түрде жасалатын нәрсе ғой, бір 5-10 минуттың аралығы. Сол аралықты тіркеледі, екінші бақшаға жаңағы орнын ауыстырады. Бірақ бұл жерде ескеретін жағдай, жаңағы мен мысал ретінде бірінші және екінші бақшаны көрсетіп өттім ғой. Екінші бақшада нақты көріп алу керек. Біз алдын ала көре аламыз ғой. Орын бар ма? Орын бар ма? Ол жайдан жай шыға беріп, ол жерге барам деген болмайды. Ол жерде барған уақытта да, кірген уақытта да индигода орын болмау әбден ықтимал. Сондықтан да осыған назар аудару. Жаңа жасына байланысты, топтар не. Жақсы түсінікті. Ал егер де мысалы сол балабақшаның ішінде мысалы балам мысалы қазақ тілді тобында жүрді деймін. Бірақ орыс тобына ауысқысы келді, немесе кері, сол кезде қалай? Ол кезде де дәл солай, ол ауыстыру іштеріне. Бұрын біздерде алғашқы бетте ішкі тәртіппен ауыстыру болатын, бірақ жаңағыдай біз бақшадан бақшаға ауысқанға қатысты сияқты. Себебі біздерде мысалы ауысқан күннің өзінде де бұл жаңағы бала саны аспау керек, ол жүйе. Жаңағы содан кейін орындар алмасу керек. Біз оны бірден әкеп, мысалы қағаз күйінде әкеп отырғызсаң, ол жүйеге ену керек. Сондықтан да жаңағы үрдіс дәл солай жүргізіледі. Ата-аналарға осы жерде тағы бір айтып өтетін жалпы анықтама ретінде, мысалы қазір бүгінгі таңда жылдың басында, қыркүйек айының басында 1800 бос орын болды біздерде. Бүгінгі таңда 1500 бос орын бар бақшаларда. Бақшаларда бар, сондықтан да индиго сайтына кіріп, балаларыңыз әлі орналаспаған болса, балабақшаға оған осы сайтқа жүгінуге болады деп. Жақсы, түсінікті, Самал Оспанқызы. Жалпы бүгінгі бағдарламамызда ең осы білім саласындағы көрсетілетін мемлекет қызметтерге, оның ішінде ең халық арасында сұранысқа өзекті мемлекет қызметтерге тоқталып өттік. Бағдарламамызға қатысып, осындай тың әңгіме жүргізгеніңізге алғыс білдіреміз. Сау болыңыздар.